Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шаханов «Нарынқұм зауалы балладасы». Сабақ мақсаты әдеби шығарманың тұжырымдамасы. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шілік ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Шымкент педагогикалық институтын бітірген. Шахановтың «Өркениеттің адасуы», «Жазагер жады космоформуласы» атты романдары ЮНЕСКО шеңберінде қаралып, әлемдік деңгейде қызу пікірталас тудырды. Оның шығармалары дүние жүзінің 50-ден астам тіліне аударылды. Автордың Шыңғыс Айтматовпен бірлесе жазылған «Құз басындағы аңшының зары» атты кітабы мен Сократтың «Ескеру түні» атты драмасы да бірнеше елдің кітап дүкендерінен, сахналарынан орын тепті. Алғашқы өлеңі «Сырдария» 1959 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы «Бақыт» 1966 жылы жарық көрді. Балладалар, «Ай туып келеді», «Қырандар төбеге қонбайды», «Сенім патшалығы» атты кітаптары шықты. Баллада дегеніміз не? Баллада поэзия жанры. Оқиғаға құрылған лирикалық сарындағы ұзақ өлең. Қазақ поэзиясында баллада жазу дәстүрі Ерубаевтан басталады. Нәжмеденов, Мырзабеков, Шаханов сынды ақындар ізін жалғады. Бүгінгі сабағымызды одан әрі түсіну мақсатында «Нарынқұм зауалы» атты видеороликті көруге сіздерге сілтеме беріледі. Қарап шығыңыздар. Сабақ түсінікті болса, тапсырмаларды орындаңыз. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім, еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің, жанашырың, жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқазаң, батырлығы жоқ адамнан, үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Я, шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртінсем де жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұлың кәрлік созылады қаншаға, кім қаншама шексіз сүйсе, отанын оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең пенделіктен тазарар деп ұл өлкем, жә қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын
сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам, қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған.